Бүгін мереке қарсаңында көне шаһар Тараздан облыстың оңтүстігінде орналасқан Байзақ ауданына керуен көші аттанды. Ұлттық құндылықтарымызды насихаттайтын сапар 10 күнге созылмақ. Айта кетейік, рухани керуен бір-бірінен көш алып, бірнеше аудан ауылдарды аралайды. Көшті шығарып салуға зиялы қауым өкілдері, өнер иелері, қала тұрғындары мен қонақтары қатысты. Шарапатты шараның мақсаты екі ауданның арасындағы мәдени ынтымақтастықты нығайтып, өнерпаздардың өнерін паш ету. Сондай-ақ тарихы тереңнен тамыр алатын рухани мұраларымызды жас ұрпаққа дәріптеп, аманаттау бүгінгі күннің мерейлі міндеті, біздің міндетіміз дейді зиялы қауым. Осылай деп шарада сөз қылған ардагерлер керуен көшіне батасын беріп, ақ жол тіледі. Жанға толсын, қамбаларымыз жәнге толсын, жыл жақсы болатын болсын, ақ мол болсын, құт береке дарып, әр үйге құт береке дарып, жасылыққа кенеле берейік, аман есен болайық, Аллаху акбар. Біздің барлық 10 ауданда осы мәселе бір-бірімен ары қарай жалғасып өте береді 22 наурызға дейін. 22 наурызда өзіміздің орталық облыстық мерекеміз болады, Құда қаласа. Керуенмен мына қол өнер бұйымдарын алып бара жатырмыз. Әртістерімізді алып бара жатырмыз. Содан кейін жаңағы шеберлерді алып бара жатырмыз. Ой, өрнек, ою, тігетін, соны барып көрсетпекшіміз. Жаңағы Байзақ ауданының жұртшылығына.